Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Сабағымызды біз тренингтен бастаймыз. Бәріміз партадан шығып, тақтаға қарап тұрамыз. Қолмен тайғаймыз. Тақтаны өшіріп отырмыз. Қол-қолға батырмыз. Мысықтың басы. Келесі. Пингвиндер сияқты. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын алдымен топқа бөлініп алайық. Топ бізде рандом арқылы болады. Рандом сендерді топқа бөледі. Бірінші топ Юзаль, Медер, Гүлдана, Мұхамеджан, Жанерке, Жанарай. Екінші топ Айгерім, Жаннұр, Айым, Айзерей, Нұрдаулет. Үшінші топ Нұрбек, Еркін, Ақбота, Ринат, Нұрлан. Оқушылар, топтарымызға отырамыз. Оқушылар бүгін бағалау, әркім өз-өзін бағалайды, өзін-өзін бағалау жүреді. Сендерге өрнекпен бағалау берілген. Бұл жердегі сандар жылжиды. Өздері дескрипторға қарап, балдарыңды жылжытып отырасыңдар. Енді өткен сабақты қайталау мақсатында үй тапсырмасын тексереміз. Қабық қай қабаттардың өзара әрекеттесуінен қалыптасады? Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Өткен сабақты тексеру үшін Word платформасы арқылы сұрақтарға жауап береміз. Дайын болсаңдар бастай береміз. Бірінші сұрақ: географиялық қабық дегеніміз не? Қабық пен энергия айналымы заңдылығының маңызы неде? Табиғи тепе-теңдікті сақтайды. Табиғи тепе-теңдікті сақтайды. Жақсы. Заңдылығы нені білдіреді? Қол көтеріп жауап береміз. Bir компоненттің өзгеруі басқаларына әсер етеді. Бір компоненттің өзгеруі басқаларына әсер етеді. Географиялық қабықтың негізгі құрамдас бөліктерін көрсетіңіз. Атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера. Атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера. Оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы тақтадағы анимациямен байланысты. Қалай ойлайсыңдар, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Жалпы анимацияда біз не көріп тұрмыз? Адамдарды, жаяу жүргіншілер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кімдермен байланысты? Адамдармен. Тағы қалай айтады адамдарға? Халық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы халықтың санағы. Дәптерге жазамыз. Сабақтың тақырыпты жазып болсаңдар, бүгінгі сабағымызға дайындалған бейне материалмен таныс болыңдар. Бәріміз тақтаға қараймыз. Халықтардың деректеріне сүйенсек, 2024 жылдың шілдеайында әлем халқы 8 миллиард 100 миллион адамнан асты. 20 ғасырда медицина мен ғылымның дамуы, өмір сүру ұзақтығының артуы нәтижесінде халық санында әлемде халқы ең көбейіп, Қытай мен Үндістан олардың әрқайсысында 1 миллиард 400 миллионнан астам адам тұрады. Одан кейін ақш, Индонезия, Пәкістан. Осы видео бойынша, бейне материал бойынша сендерден кері байланыс алу үшін сұрақтар. Алғашқы халық санағы қай елде болған? Жақсы, дұрыс. Халық санағының маңыздылығы неде? Халық санағы мемлекеттің ұлттық, жыныстық, жастық құрамын білуге керек. Бірінші тапсырмамыз біздің топтық тапсырма. Бұл әдіс мәтінмен жұмыс әдісі деп аталады. Әр топтың өзінің жеке тақырыбы бар. Бірінші топтың тақырыбы халық санағы және оның тарихы. Екінші топ Қазақстандағы халық санағы. Үшінші топ дүниежүзі халқы және демографиялық үдерістер. 5 минут уақыт бастаймыз. 1997 жылы өткізілген жазу. Қазақстандағы Сыза бер. Мынау былай ғой.
Қай жерінде жазып отырады? Сендер осылай жасап жатсыңдар ма? Оқушылар уақытта аяқталды. Бірінші топ келіп қорғасыңдар болады. Қалған топтар тыңдаймыз, қараймыз. Адамдардың бәрін де қалдырмастан және екінші рет есепке алмай жасалады. Халық санағын жергілікті билік органдарының қатысуымен ел үкіметі орталықтандырылған түрде жүргізеді. Халық санағы белгілі бір уақыт ішінде елдің әрбір тұрғынын сипаттайтын демографиялық әлеуметтік мәселелерді талдау және жинау мәліметтерді тарату. Сендерде Қазақстан халық санағы. Қазақстанда қазіргі таңда Қазақстанда 20 миллионнан астам халық саны саналған. Халықтың көшіп отыруының климат жұмыс орны өзгеруіне байланысты. Қазақстандағы ең алғашқы халық санағы 1897 жылы өткізілді. Ол кезде Қазақстан КСРО құрамында болған. 1999 жылы қазақ халқының саны 14,9 миллион, 2009 жылы халқының саны 16 миллион, ал 2020 жылдан бастап 19,2 миллионнан асты. Халық санағы белгілі бір уақыттың ішінде елдің әрбір түкпіріне экономикалық, демографиялық жағынан да сипатталатын іс-шара өткізіледі. Халық санағының өсуі Қазақстанның демографиясының дамуына және де экономиканың дамуына үлкен үлес қосты. Жақсы. Жарайсыңдар. Басқа топтар сұрақтарың жоқ па? Отырыңдар. Үшінші топ келіңдер. Дүниежүзі халқы және демографиялық үдерістер. Қазіргі таңда жер бетінде 8 миллиардтан астам адам тұрады. Және де әр елде халқы әртүрлі. Ең көп тараған елдер Африка және де Азия елдерінде. Демографиялық мәселелер. Қай елдерде халықтың қартаюы, жұмыссыздық, азық-түлік пен су тапшылығы. Бұл дүниеге келген сәбилердің саны, өлім-тірім, қайтыс болған адамдардың саны. Демография халықтың саны, құрамы, орналасуы және өзгеруді зерттейтін ғылым. Халық саны ең көп материк Азия, ең сирек қоныстанған материк Антарктида. Қалаларда тұратын адамдар саны жыл сайын артып келеді. Халық елдің басты байлығы. Жақсы. Жарайсыңдар. Отыра беріңдер. Топтық жұмысымыз оқушылар аяқталды. Енді келесі біз топтар басқа келесі топтарды жұмыстарын бір ауыз сөз әдісі арқылы бағалап өтсек. Бірінші топ кім? Ағай, маған екінші топтың жұмыстары ұнады. Ұнады, жақсы. Үшінші топ? Екінші топ, үшінші топты. Үшінші топ бізге дүниежүзі халқы және олардың демократиясы туралы күшті және нақты сипаттап берді. Сендер бірінші топты. Бізге бірінші топтың халық санағы және де оның тарихы туралы түсіндіргені ұнады. Жақсы, рахмет. Оқушылар, бізде келесі тапсырма жұптық жұмыс. Бұл жерде сендерге сұрақтар берілген және бос орындар. Осы бос орындарға дұрыс жауапты жазамыз. Жұппен орындалатын тапсырма бұл. Сендерге. Экономикалық мәліметтерді жинау. Қаласыңдар QR-код. Екінші демографиялық ғылымы. Екіншінің жауабы. Демография ғылымы. Оқушылар уақыты аяқталды. Енді жұмысымызды тексеру үшін жұмыстарды бір-бірлерімен ауыстырыңдар. Бірінші жұп екінші мен үшінші осылай ауыстырып жұмысты тексереміз. Сұрақтардың жауабы, бірінші сұрақтың жауабы, екінші сұрақтың жауабы, үшінші сұрақтың жауабы бәрін тақтада шығарып тұрмыз. Бір-бірімізді тексеріп, бағаларын қанша дұрыс белгілейміз. Тақтада жауаптар бар, соған дұрыс жауаптар тақтада.
Оқушылар тексеріп болсаңдар, кімдікі қанша дұрыс жауап болды айтып өтсек. Бірінші жұптікі 8. 8-ді дұрыс екен. Екінші жұптікі 10. 10 дұрыс екен. Үшінші жұптікі 10-нан 9. 10-нан 9. Жақсы, рахмет. Енді балдарында өздерін бағалап отырыңдар дескрипторға қарап. Оқушылар келесі тапсырма бізде платформа арқылы өтеді. Ол үшін тақтада көрсетілген QR кодты сканерлейміз. Тапсырманы, шыққан тапсырманы орындаймыз. Сканерлейміз QR кодты. Сканерлей беріңдер. QR код сканерлейміз. Ашылмай тұр ғой. Оқушылар, осымен викторинамыз аяқталды. Қанша сұраққа жауап бердіңдер көріп шықтым. Дескрипторға қарап балдарыңды белгілеп отырыңдар. Бүгінгі сабақтың кері байланысы 3Q әдісі арқылы өтеді. Оқушылар, 3Q ол қызық, құнды, қиын. Бүгін сабақта не қызық болды, не құнды болды, және не қиын болды. Жаңағы кері байланыс бүгінгі 3Q әдісі арқылы қызық, құнды, қиын болған. Бүгінгі сабақта маған қызық болған нәрсе қанша елде қанша халық бар саны екені. Ал құнды болғаны сол сандардың маңызды, халық санының маңызды екені, ал қиын болғаны сол сандарды естіп қалу болды. Топтан кім? Маған қызық болғаны дүниежүзі халқын есептеу, ал қиын болғаны демографиялық үдерістер, құнды болғаны халық сандарын әртүрлі есептеу. Жақсы, рахмет. Нұрбек, кері байланыс қызық, құнды, қиын болған 3Q әдісі арқылы. Бүгін сабақта бәрі қызық болды, қиын болды. Оқушылар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сендерге рахмет. Енді маған балдарыңды айтып шықсаңдар, кім қанша бал жинады? Кім? Мұхаммед қанша? 8. 7. 8. 7.